Қайырлы ақшамлар эфирде заман бүгін 21 февраль күні веқырым ишғалінің 1090 күнедір. Студияда Муслим Умеров болуна бізім шымдыки эфирімізде бойле хаберлер. Қырымда Кения Қырым татарларыны яқалайлар. Украина юқары шурасы янында Донбассның Камачавына қол тұтув митингі кечті. Қырым evinde Ахтем Ситаблаев елбасшылық етежек. И здесь, на базе Крымского дома, создать, может быть, пока утопическую, но все же модель и четкое представление того, каким мы видим Крым. Ахмежітнің Боғырча қасабасында Марлен Мустафаевның evinde тинтюв кечірілді. Озны есі ішке кеткен арада тұтқанлар. Оны экстремистік тимсаллер тарқытувда қабатлайлар. Мустафаевны экстремизмге қаршы күреш меркезіне алып кеткенлер. Адвокат Эмиль Курбидинов де меркезге барған, тинтюв вақтында ишғалчилер Мустафаевның evi bulunған соқақны қапатқанлар. Комшу ве мусафирлерні соқаққа чықмасына разылық бермегенлер. Мустафаевның өмір арқадашы тинтювден сон ишғалчилер насыл ТПФге келгені ақында икее еткен. Вы мне не разрешаете проходить? Никто ничего не понимает. Сейчас. Кімсе не олғаны аңлап оламаймында тұрмаға олмаймы. Дегерлер сербес кечелер, біздерні есе кечірмейсіңіз. Ну, я хожу. Вы знаете, что вы ограничите мне передвижение? Сіз білесіңіз манайсаға көре олған юрушке аққымны бозасыңыз. Насыл себеплер іле? Ну и что? Где периметр? Вы, получается, перекрыли улицу. Сіз соқақны блок еттіңіз. Мен енді не yapmaq керегім? Как ничего? Сейчас вот эти люди в масках мне запрещают. Yüzleri қапалы инсанлар қомшы соқаққа біле кечірмеге рұқсет бермейлер. Тентулер ісе анда кече. Олар мана юрмеге ясақ етелер. Оларның әрекетлері Русия анаясасына зыт келе. Одалардаки долапларын ақтары бір шейлер қадырдылар. Нетижеде дини китап, компьютер ве мобиль телефонны алдылар. Саат 15-те ишғалчилер Ахмежітнің Киев район махкемесінде Мустафаев іші бойынша отырыш башлаган. Анда қадалар Марлен Мустафаевның қарарыны белгілемек кереклер. Махкеме оны қабатлы деп таныса, ona қаршы мемури жазасы беріле біле. Ишғалчилер Марлен Мустафаевны дестек етмесіне келген Қырым татарларыны тұтқанлар. Тинту вақтында Мустафаевның evine Қырым татар фальжилері келген, оларны құқсыз митинг тешкил етуде қабатланып тұтқанлар. Оларға ондан 20.000 рублелік жөреме кеселген, фальжилер иштимай ағларда актив аят яшап, тинту ве яқаламалар вақтында видеолар чекіп, ишғал етілген Қырымда инсанларға қаршы кечірілген ақсызлықлар ақында язалар. Алған insanlar bir talay bastıracak. Şimdi bana bu temin ortalığında bu olgan kişilerini geçimlerde olgan bu tintivleri görüp çıkarıp Facebook'a koyup haber dağıtkan söylerler. Buradaki o yerde bulundu uları. O için olayken anlaşlı ular talep etkiler öyle yapmasın. Bir şey olsa tüm ya bir yakalanma mı ne mi? O yerler insanlar varmamalı, varmayacaklar, görmeyecekler, duymaz mı olacaklar. Çünkü galiba dolar bizi öyle yapmaya istiyor ki ne de olsa kimse kapıdan da bakmayacak, aslı görmeyecek bu şeyleri. 26 февральның іші бойынша шат не чатышмалар, не көзяштырыжы газның көрмегені ақында екеткен. Шат оларақ тақиқат хадимы чықыш япа, ләкин оның махкемедіки делиллері протоколда язылғанлардан фарқлы. Бұл ақта адвокат Эдем Семидляев білдірмекте. Ишғалжи прокуратурасы Али Асанов ве Мустафа дегерменжіні 2014 сенесі 26 февральды олған күтлеви низамсызлықлар иштиракчысы оларақ қабатлай. Невбеттіки махкеме отырышы яран кечірележектір. Никаких массовых беспорядков не видел. Бірде-бір күтлеви низамсызлықларны көрмедім, сықыштырув чатышмаларны көрмедім, көзяш газны да көрмедім, ләкин іште бұларның эпысы қайдытылген. Прокурор шатын изатлары олмасыны талап етейді. Эпысы қабатлаған ве құруйчылар қаршы чықты. Ләкин махкемеде веки тақиқатта шатының берген изатларыны қабыл етті. Бұндан сон есе шат анлатты. О протоколны диққатлы оқымағаны үшін оны имзалаған. Огласил показания свидетеля, данные на предварительном следствии.
Ахмежетте ожалар алчақ айлы қалғанлары үшін митинг кечірділер. Ишғалжи Назирлі көгінде Қарасубазар районындан Казак кадет корпусының ожалары да юксек айлықлар төленмесіні талап еткенлер. Назирлік субсидиялар төлемекіні редете ожалар айда 4-5 бин рубле алалар. Бұл параларға Қырымда яшамаға имкансыз. Бұндан да ғыры Назирлік Казак кадет корпусының лицензиясыны ләғу етмеге тырышқан, ләкин дефалар жекечкен махкемелер тасил муэссесе тарафыны тұтқан. Истиле алтындаки Қырымда Петр Григоренко анылды. Советлер бірлігінде генерал-майор ве уғу қорчалайчы әлі қолғанына 30-й еллығына Қырым татар фальжилері эйкелге түбіне чечек қойғанлар. Ол Қырым татарларына ве сүргін өтілген башқа миллетлерге дестек көстерейді. 1964 сенесі уғу қорчалайчының фалиеті себебінден ади аскер рудбесіне жетушіріліп, девлет ұнванларындан марум етілген еді. Юғары Шурасы үгінде ишғал етілген Донбасс территорияларында тижерет қамачавына қол тұтув митингі кечті. Инсанлар парламентарийлерден ишғал етілген территорияларнен бағлы қанунны қабыл етмелеріні талап етелер. Бұл қанун террористлернен алыш-верішке ел бермейджек, вейкі тарафтан тижеретіні незарет етмек үшін вақтын жатықығат комиссияның тешкел етмеге имкан бережек. Акцияда мұхберіміз Евгения Данилова бұлынды. Баса 9 Юғары Шура бинасы өгінде бір қач бин инсан топлашты. Олар арасында укроп саяси құветлерінің темсилжилері, қамачавға қол тұтқан халық депутатлары, ато ветеранлары, Украина есерлерінің аналары, веджимат фальжилері. Ми повинні припинити торговельні операції. Бізді дүния аламаса, біз тижеретіні тоқтатмақ керекміз. Украина ватан перверлерінің талабы бұл Украина Юғары Шурасында эпісі саяси фермхаларда вақтынша тақиқат комиссияны тешкел етмек. Яғни әкиметіміз ишғал етілген территорияларда кечірген операцияларны талил етмек. Наразылы олғанлар душманнен япылған тижеретке ел берілмемесіне қол тұталар. Были в Луганской области. Біз Луганск вилаятінде бұлындық. Мен оз көзімнен о вебу тарапқа әрекет еткен эшелонларны көрдім. Мен бұна қаршы шықам. Анда күн егетлеріміздің қаны төкілі. Яраланған ве әлек болғанлар бар. Бір кімсе есе бұнда пара қазана. Я впевнена, що ми маємо прийняти цей закон, і ми дійсно Емінім біз бұл қануны қабыл етмек керекміз. Ве біз масус комиссияны тешкел етмек зарурмыз. Ойсе біз насыл тижарет етеміз яда йоқ белгілемек керек. Бұл блокада вастасылы инсанлар өз позицияны білдірелер. Айны боле васталар еле біз қамачавны тоқтата білеміз. Ве емінім жекні де тоқтатып олырмыз. Наразылы олғанлар Украиналы есерлеріні азат етмесіні де талап етелер. Наша цель – освободить украинскую землю до нашей границы. Мақсадымыз есір егетлерімізні азат етмек. Мақсадымыз Украина топрағыны біздің сындырларымызға қадар азат етмек. Бүгін халық депутатлары өз өзіні ДНР, ВЛНР жүмхуриетлері деп илан еткен территориялар или тижеретке ел бермейджік қанунны бақмаға керек еділер. Евгения Данилова, Ильдар Исматов, Заман, АТР. Украина иш адамыны Америка Қошма штатларына теслим ете білелер. Бөле қарарны Венаның юғары топрақ махкемесі қабыл еткен. Ләкин оны 125 миллион евро пей бермесі үшін ве Австрияны терк етмемек мечбуреті үшін азат ете білелер. Соңки қарарны Австрия адлия назерлігі қабыл етмелі. Групп ДФ шirketlер тақымның рейсі Дмитрий Фирташ Америка Бірлешік Девлетлер акиметінің талабы еле 2014 сенесі март 12-сінде Австрияда яқылаған еді. Көмірінің кетірілмесінен бағлы блокада суни энергетик бұқранға себеп олды. Ләкин Украина бұндан ені білер. Бұл ақта Украина баш назиры Владимир Гройсман үкіметінің топлашуы деваманда білдіргендір. Оның айтқанына көре яз вақтында акиметінің фікіріне же Русия көмір теменленуі қапатып энерго бағлалығының ашув планны ишлете білежектір. Назирның білдіргеніне көре яқын вақытта антрацитның альтернативасы йоқтыр. Які би не були б у нас випробування, хочу запевнити всіх українських громадян. Украинлерні емин етмеге істейм. Біз бұл бұқранны базы украинлерінің еллерінен япылған олса да енерік.
Вазиетні назаретте тутамыз. Бухрандан чықып yollarını тапа білерік. Украина ватандашларында ышық олажақтыр. Мемлекетіміздің санайы сасы çalışacağına чаре тапарық. Надежда Савченко депутатлық тоқунмамазлығындан лягу етілмесі ақында білдірген. Савченко өз Facebook сәйфесінде тоқунмама ақының лягу етілмесі бойынша весиқа ресімлеріні дәрчеткен. 2014 сенеде олған салевлардан әвел бір чоқ саяси құбетлерінің темсілчілері лягу етмесіне қол тұтқанындылер, ләкин шымдыки чағырувда да керек олған әрекетлер япылмады. Це не моя перша заява. Так робили народні депутати. Бу менің ilk beyanatım дегіл бойлы халық депутатлары япқан еді. Мен есе олар бұны не үшін кечірмеге істемейджіклерін анладым. Чүнки о заман эпісі намуслы депутатлар депутатлық тоқунмамасының алмасы үшін аризалар язажақлар. Мұхалифет бірден акимет тарафындан қуалажағындан қорқа. Бізді дайма ойлеола. Бұның үшін әркез депутатлық тоқунмамасындан сақлана. Вони чудово розуміють, що колись прийде до влади опозиція. Ну, у нас, як завжди, це буває. І тому всі держаться за це депутатську недоторканність, як вож кожуха. Андрей Артеменконың Қырымны 50-100 елға кираға бермек теклифі Юғары Шурасының депутатлары арасында мемнуниетсізліклер далғасына кетірді. Төневін Артеменконы Олег Ляшконың радикал фракциясындан бошаттылар, бойле теклифке дегер депутатлар насыл жауапландылар. Тавсилатлыжа Эльвина Сидбулаева біле. Ой сөзлерінден ваз кешме истифаға кетмеге ашықмай. Бұны Украина Русия мұнатебетлеріні түзетмек үшін барышық планының тәшебістесі Андрей Артеменко білдірді. Халық депутаты Донбасста кеттіншілік үшін Русияге 100 елға Қырымны кираға бермекні теклиф ете. Не еседі Украина ве Русия арасында барышы қолғаныны істеген бір инсанның фикірі ешітілді. Ляшконың радикаль фирқасы азалара депутат Украинаға қаршы yollanılған әрекетлеріні япа деп қайдеті. Түнеуін ақшам о фирқадан шығарылды. Оның истифаға кетмеге ашықмағанына кімсе шашмай. Титушкалар өзінің депутат мандатынен сағылқашмаға істемелер. Артеменко Украинаға қаршы Кремль ве ФСБ тарафындан ишлеп чықарылған бір перде, бір пландыр. Себеплеріні тақиқ етмеледір. Қырым татар халқының лидері хал депутаты Мустафа Чемиленің фікірінше, Артеменконың планы бұл Украинаның территориаль бүтлігіні бозмақ. Оны жазаламақ керектір. План абсурдный. Файдасыз план насыл етіп ватанны бағышламақ мүмкін. Бұл инсанға қаршы жинай иш açmaq керек. Біздер депутат олмақ үшін девлетіміздің бірдемлігіні қорчалажақмыз деп ант еттік. Бұл исе жинайытшы, оны мандатындан марум етмек керек. Преступник, он следовательно должен быть лишен своего мандата. Самопомощь депутатлары Артеменконы Кремльнің емірлері бойынша әрекет еткен қоқла деп адландырдылар. Потужный доказ. Украинаны колонизация yapmağa тырыша. Русия біз үшін душман. Оның үшін марионеткаларны ишлетелер. Халық темсілчілері девлет сыры оларақ белгіленген материалларны білелер. Оның үшін Артеменконен Украина телекесізі қызметі ұғрашма керек. Душманға насыл мәлімат olғанын біз білмейміз. Бұны Украина телекесізлік қызметі тәқиқат етмелер. Бізде Қырым, Донбасны кираға бергенде не қадар депутатлар бар, білмеймін. Ақшамға яқын Қырым прокуратурасы депутатқа қаршы жинай іш açты. Артеменконың планы девлет хәлігі деп танылды. Эльвина Сидбулаева, Асан Эминов, Заман, АТР. Израиль, Түркия, Үрдүн веда бір қаш мемлекетте Русия тежеуізіне қаршы дестек көстерген акциялар кечежек. Қырымда рус пропагандасы фаль шекелде Украина ватандашларыны ұнутқандыр деп ярамада сәкенлеріні әп алдатмақта. Бұл мәліматлар ялан олғанны избатламақ үшін Украина ве шетел мемлекетлерде акция автоюрыш ве ижғал етілген Қырым сәкенлеріне дестек акциялары кечірілмесі планлаштырыла. Якщо підсумовувати третю річницю... Егер ижғалінің үш жылығыны көзігімізге алсақ, афсузки вазиет денешмегеніні көреміз. Репрессиялар девам ете, біз есе анлаймыз, бұл қорқу севесіні түшірмемек үшін япыла. Але справді, ворог Москва, і те, що ми робимо... Ләкин керчек душман бұл Москва ве біз япқан әрекетлеріміз Қырымның 3 жыллық ижғалінен бағлыдыр. Бұның эпосы инсанларға қол тұтмақ үшін япыла. Це все спрямовано для того, щоб підтримати людей.
Қырым эви тешкилятнын яны мудиры вазифесіне Қырым-татар ойынчы ве кинорежиссер Ахтем Ситаблаев тайынытылды. Комиссия азаларының эксиреті она эн чоқ рей берген. Юлбашчы вазифесы үчүн кечірілген күреште чалғычы Джемиль Кариков ве инсан ақлары бойынча эксперт олған Юлия Зайцева иштирак эткен билер. Конкурсының кечкені ве намзетлерінің теклифлері ақында мұхберлеріміз екей етежек. Энде экинчи кере конкурс айтты. Крымский дом девлет тешкилятынын юлбашчысы вазифесине намзетлеринин программаларыны динлемек үчүн киргендир. Намзетлеринин эр биры Крымский дом тешкилятынын инкишафы программасында фарклы меселелерге көз ташлаган. Моя мрия, щоб Кримський дім був таким прообразом того Криму. Крымский дом біз қайтажақ Қырым сыфатында олғанны арзу етем. Яқын кележекте яшлар ве генчлер, Қырымда яшаған халқлар, Украина ве девлет тефеккүрінен бағлы білгі ала білежек меркез тешкіл етмеге істейік. Здесь очень много вопросов политических, экономических. Очкинлер сияси иктисади турмуш меселелерінен раз келділер. Бұл проблемаларына біз чезмеге тырышачақмыз. Мен кеченлері Анкарада болундым. Түркияде чешіт малюматларға көре 5 миллионға яқын семедешіміз яшай. Дернегіміз четте қалмай бізге ярдым етежегіне умут етем. Я думаю, поможет нам и материально тоже. Має бути юридичний центр, де кожний кримчанин Адлиеже ярдым берген меркез олмақ керек. Әрбір Қырым сакины ярдым алмақ үшін бізге мұражат ете білежек. Бұл теклифлерінен акимиет ве президент мемориетіне мұражат етілмек керектір. Эйет азалары әрбір программанын құсуслары ақында музакерелер кечірді. Бұндан сон шаатларының незареті алтында рей берілді. Ахтем Ситаблаев ғалибе казанды, чүнки она 5 адам, Джемиль Кариков гейси 4 адам қол тұтқан. Юлия Зайцеваға кімсе қол тұтамаған. Ахтем Шевкетович становится переможцем. Команда Ахтема, вона є дійсно більш творчою, більш Ахтемнің командасы баяғы иджади ве қошма пара тапа білгенлерден бір. О жаз мектебі açılması ве яшлар өз арзуларын амелге кечере білежек меркез açmaға істегенні бегендік. Евгения Данилова, Асан Минов, Лидия Полянская. Заман. АТР. Мұнымен заман яйыны сонына келді. АТР еле олыңыз. Көрішмек үзре.